Ибрахим Адхам деген бір кісі болған, патша болған екен. Ол кісінің әдеті екен. Үйіне кіріп келеді да, жаңа жататын уақытында бақшасын аралап қайтады. Сол бақшасына шығып кеткен кезде бір қара негр әйел кісі келіп, жаңа үйін сыпырып, ана көрпесін әдемілеп ашып кетіп қалады, көзіне көрінбей кетіп қалу керек екен ол. Бірақ ана бейшара негр әйел, анау патшаның жастығы қой енді, патшаның төсегі, соған бір отырып көрейші деп жамбасын қойып, басын жастыққа қойғаннан қорылдап кетеді ғой. Кесе бір қара қатын бейшара құл ұйықтап жатыр ақ төсекте. Қамшыны алады да ұрады ғой. Оянады да күле бастайды. Ұрған сайын күледі да. Сосын айтады, сен жынды болдың ба, есіңнен аудың ба, не болды десе, мен дейді, 5 минут па, 10 минут па осы жерде ұйықтап қаптым. Соның мына жазасын қарашы дейді. Сен өмір бақи ұйықтап келесің мына жұмсақта дейді. Аллахқа қалай жауабын бересің? Патшалығын тастап кеткен. Жұмсақ төсекте ұйықтап келе жатырмыз. Алла Құдай сұрамай ма? Жұмсақ төсекте ұйықтайсың. Түнгі намаз кәні, пәленше ораза кәні сұрамай ма?